рахмет айтқым келеді, алғысымды білдіргім келеді. Себебі осындай кездесулердің арқасында балаларымыз қазақшалап, жаңағы қазақ тіліне, қазақ мәдениетіне, қазақ салт дәстүрлеріне өз қызықтарын білдіреді. Және де осындай кездесулеріміз, жобаларымыз көп болсын. Көп рахмет. Ертөстік балабақшасына келдік, ата-аналармен кездестік. Өте тамаша. Енді бұл бүгінгі біздің келген жобамыз балаңды қазақша оқыт деген акция аясында пікірталас болды. Кішкентай болса да, тамшыдай болса да, болмаса қарлығаштың қанатымен су сепкендей дейміз ғой. Осындай іс-шараларды көбірек өткізе беру керек. Қара шаңырақтың аты да, жаңағы заты да өте салмақты түсіне білген адамға. Бұдан да ары қарай осы қара шаңырақ өзінің бір көлемді жобасының аясында осындай ата-аналармен жұмыс жүргіземіз деп жаңа жоспар құрып отырмыз. Бұл біздің қоғамға қажет қара шаңырақ деп айта аламыз. Шәкен Тұрасаттарқызына сәттілік тілейміз. Әлі де бірлесе бір керемет үлкен жобалардың аясында бірге кездесеміз деп ойлаймын. Астана қаласының тілдер дамыту басқармасының қолдауыменен Қара шаңырақ қоғамдық ұйымы балабақшаларды аралап, ата-аналармен балаларымызды қазақ мектебіне беріңіздер деген насихат жұмысы жүр. Ертегі балабақшасында болдық, ата-аналармен пікірлестік. Қазақстандықтар, әсіресе қазақтар баласын қазақ тілінде оқытқанын қалаймыз. Қандай қарағым. Енді негізі мұндай шаралар көп болу керек, ол түсінікті. Форматтары да әртүрлі болу керек. Одан кейін келген ата-аналармен бірге түрлі идеялар талқылаған жақсы. Себебі ата-аналар, мен енді балаларым есейіп кеткеннен кейін, мүмкін мен қазір кішкентай балалардың сұранысын біле бермейтін шығармын. Дегенмен ата-аналар, барлық ата-ана өзінің баласына жаны ашиды және де жақсы болғанын қалайды. Идеяның барлық ата-аналардан негізі. Тұрар ханымға алғысым, рахмет сізге. Мынау білім, тәрбие деген негізгі осы балабақшадан қаланады ғой негізі. Сондықтан да бүгінгі әңгіме меніңше ойлаймын өзі өте орынды болды деп, және ата-аналардың пікірін ескеру керек, және ата-аналардың айтқан ұсыныстарын болашақта пайдалану керек деп ойлаймын. Өйткені балаға ең жақын ата-ана ғой. Енді үйде қазақша сөйлетуге, қазақша айтуға тырысып жатырмыз. Оған кеш болмай ма, енді оны қазақшаға ауыстырсам болады? Кеш болмайды. Өйткені оның есі басқаша ғой, ештеңе дамымайды. Кеш болмайды. Ешқандай кеш. Аурулар бар ғой. Бір шамасы қолдан болған ауру. Ата-аналардың бала тәрбиесіндегі сұраққа жауап беру маңызды. Өйткені әрбір ата-ана педагог емес, әрбір ата-ана психолог емес. Сондықтан сала маманы ретінде балаларды қазақ тілінде беруге, қай жастан бастап беру, неге көңіл бөлу деген дүниелерді айтатын бұндай іс-шара өте маңызды. Үлкен үлес, тем более мына садикті балабақшаны бітіріп жатқан балаларға енді аналары қазақ мектебіне береді деп үміттенемін. Қара шаңырақ қоғамдық бірлестігі осындай бір боямаға алып отыр. Бұл өте керемет. Мынау қазақ тіліне мен ойлаймын үлкен үлес деп. Қазір өзімнің қыздарыма да біреусін алып алдым. Рахмет. Өте ерекше кездесу болды. Осыны ұйымдастырушыларына, Қара шаңырақ қоғамдық бірлестігіне, Тұрар Саттарқызына ерекше алғысымды білдіремін. Бұндай кездесулер өте көп керек. Қазір енді бала тәрбиелеп отқан ата-ананың өзіне көп тәрбие керек болып жатыр ғой. Ол шыңғырып тұрған шындық осы енді. Кеудемде сағыныш бар, шымырлаған көбелек қуып өскен. Сізге көптен рахмет. Барлығыңызға. Солтүстікте қазақтар. Мен қазақпын. Бәрібір өкінішім бұл Астанаға толы мен. Өйткені біреуі бір-бірімен қазақ сөйлеспейді. Әрине бір-біріне қазақ сөйлеспейді. Бұл кісілермен кездескен кезде әрбір нәрсеге риза болатын. Кіргеннен бастап сәлеметсіз бе дейді ғой. Сен босаған әрі садиктің аттанбағаннан бастап, калитка дейді ғой, кіреберісінен бастап сәлеметсіз бе деген ғой. Бұл кісілер мені танымайды, танысын, танымасын, босаған аттағаннан бастап сәлеметсіз дейді. Содан қуанасың, сәлеметсің. Өзің кіргеннен сәлеметсіз естігеннен кейін әрмен қарай сәлеметсің ғой. Кіргенде здравствуй десең, әрмен қарай здравствуй болып кетеді ғой. Менің қызымды тәрбиелеп отқан осы шаңыраққа үлкен рахмет. Сізге де рахмет. Сәлеметсіздер.